Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай топ-томпақ жұп-жұмсақ лепешкалардың үйде жасалу жолын көрсететін боламын. Осыдан кейін дүкеннен мүлде нан сатып алмайтын боласыз. Ендеше кірісейік. Ең алдымен жылы суымызды табағымызға құйып алатын боламыз. Содан кейін шекерімізді және керекті мөлшерде дрожжімізді салып жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін тұзымызды салып жақсылап араластыратын боламыз. Осы нанымыз жұп-жұмсақ болу үшін сұйық майдың да маңызы зор. Сол себепті 2 ас қасық сұйық майымызды құйып жақсылап араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөлікке бөле отырып осы суымызға қосатын боламыз. Ең алдымен қасықтың көмегімен, содан кейін қоюланып бастағаннан кейін қолдың көмегімен жұп-жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Қалайша топ-томпақ болатындығын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Мінекей осылайша қолдың көмегімен ұнын қатты көп салып жібермеңіз. Керекті мөлшерде ғана салып, жұп-жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Содан кейін оның көтерілуіне 30 минуттай уақыт береміз. Жылы жерге целлофан пакетке орап, сүлгіге орап, жылы жерге қойып қойсаңыз, тез көтерілетін болады. Мінекей менде 30 минуттай өтті. Қамырымызды қараңыздаршы, өте жақсы көтерілген екен. Ендеше нанымызда топ-томпақ болып шығады деген сөз. Қолымызға жабысып қалмас үшін сәл май жағып алайық. Содан кейін осы табақтың ішінен алып, теңдей етіп екіге бөліп, пергамент төселген ыдысымызға орналастыратын боламыз. Формасы бір тегіс домаланып әдемі болып шығу үшін қамырымызды ең алдымен осылайша қолдың көмегімен домалатып алатын боламыз. Содан кейін ғана барып пергамент қағазының үстіне орналастырыңыз. Осылайша пергамент қағазына орналастырғаннан кейін қолымызды майлап алып, лепешканың формасын беретін боламыз, яғни басып шығамыз. Содан кейін ортаңғы жағы қатты көтеріліп кетпес үшін арнайы осындай басқыш болады, сонымен ортаңғы жағын басып шығатын боламыз. Мінекей осылайша лепешканың формасын беріп болғаннан кейін топ-томпақ лепешкалар шығу үшін 15-20 минутта тыныштықта міндетті түрде тұруы керек. Сол кезде осылайша тағы да көтерілетін болады. Беті қызарып әдемі болып пісуі үшін жұмыртқаның сарыуызына сәл ғана сүт қосып жағып шығатын боламыз. Достар, міндетті түрде алдын ала пешіңізді 180 градусқа қыздырып қоюды ұмытпаңыз. Өз басым нанның бетінде кунжут дәндері жүргенін жақсы көремін. Сол үшін де ақ кунжут дәндерін сеуіп шықтым. Сіздің себуіңіз міндетті емес. Осылайша сеуіп шыққаннан кейін пешімізге 20-25 минутқа жіберіп алатын боламын. Сол кезде осылай томпиып нандарымыз дайын болады.